Ал құрметті бизнесмендер, кешегі узкий горлышко туралы видеода маған көбінесе дайректке жазып отқандар да, комментарияға жазып жатқандарға да, яғни маркетинг бөлімі қызық болып жатыр екен. Яғни түсіп жатқан лидтің саны аз. Енді бизнесмендерге бұл жерде оғатын нәрсе воронка продаж деген нәрсені нақты сезіну керек. Мұны воронканың тәріздес қылып әділемелеп, соған ұқсайтын қылып сызып қойдым. Ең бірінші этапта сізді қанша адам көрді, мұны 1000 адам көрді, оның 100-і лид болып түсті, оны қызығушылық танытты, соның 3-еуі сатып алды. Қазір мен инстаграмнан видеоны салам, мысалы, оны 1000 адам көрді, 100 адам менде осы консультация алғым келеді деп хабарласты, 10 адамы реально маған бағасы бәрі ұнап тұр, 1 сағаттық консультацияң деп, соның 3-еуі сатып алды. Ақшасы, уақытысы бәрі соған сәйкес болып тұр. Тура сол сияқты сізде ең бірінші қанша адам көрді. Осы адам санын көбейту үшін сізде кемі бір 10 сізге клиентті алып келетін жол болу керек. 10 жол. Яғни оның біріншісі бағана таргет болуы мүмкін, міне. Таргет. Екіншісі YouTube болуы мүмкін, Instagram, TikTok мұны. Одан кейін не? Блогерлер, OLX, не болды тағы, Каспи магазин деген сияқты осындай 8, 9, 10 жол болу керек. Яғни әрқайсынан бір определенный белгілі көлемде сіздерге клиенттер қарап көріп отырады. Мысалы сіз 10 000 теңгеге таргет жібердіңіз, одан кейін әдемілеп видео түсірдіңіздер, тағы да блогерден определенный реклама сатып алдыңыздар, сөйтіп 1000 адамды алып келдіңіз. Яғни бұндай декомпозиция жоқ кезде уже бизнесте құлдырау бастала бастайды. Енді бұл жерде маған хабарласып жатыр, менде автосалоным бар еді, менде мынандай бутигім бар еді деген сияқты. Егер де сенде автосалон бар болса, сен автосалонға қызықтыру үшін YouTube-қа болсын, Instagram, TikTok-қа болсын, не айту керексің? Достар, Дубайдан машина алатын кезде ешқашан мынандай машина алмаңыздар. Немесе Кореядан машина алатын кезде мынау нәрселерге мән беріңіздер. Машинаны қай жерден алған тиімді деген сияқты видеолар түсіретін болсаңыз, бір тиын жұмсамай-ақ мынау көрді дегенге топырлатып лид алып келесіздер. Комментарияға жазыңыздар, қандай да бір сұрақтар бар болса, бизнеске байланысты мен барлығына барынша көп жауап беруге тырысамын. Келесі видеода кездескенше. Түсінікті болса, плюс қойыңыздар, лайк қойыңыздар.